Балалардың демалысын ұйымдастыру қашанда маңызды мәселелердің бірі болып саналады. Жазғы демалыс мектеп оқушыларының жалпы физиологиялық, сана-сезімдік, дүниетанымдық тұрғыда дамып жетілу кезеңі. Балаларымның жазғы демалыстарының бір күнін саусақ жаттығулары арқылы баланың қарым-қабілетіне арналған ойындарды жүргізу арқылы өткіздік. Қабілеттерінің қайнар көзі алақаны мен оң саусағында. Саусағындағы нүктелермен жұмыс жасай отырып, ойлауын, қиялын, дарынын, талантын, тіпті сөйлеу қабілеттерін дамытуға болады. Балаларды өскен сайын түрлі құрастырғыш ойыншықтар арқылы қиялын дамыта беру керек. Жасы ұлғайған сайын құрастырғыш леголарды ұсақтата берген жөн. Ұсақ леголарды өзіне сәйкестендіріп орналастыру арқылы баланың ми жұмысы мен қияли ойлау қабілеттері дами түседі. Әрі қол моторикасы арқылы, қолдың сезім мүшелері арқылы психикасы да дұрыс дамып жетіледі екен. Мен мына санды және таңбалы құрастырғыштар арқылы үш таңбалы сандармен қосу және алу амалдарымен есептер шығардым. Мен алу амалымен 510-нан аламыз 265-ті тең шықты 245. Осындай есеп шығардым. Ал қосу амалымен 450-ге қостым 110-ды тең шықты 560. Және де менің қарындасым түстерді ажыратуды біледі, бірақ оны айта алмайды. Мен сондықтан оған түстерді айтуға көмектестім. Жасыл, Сасыл, күлгін, күлгін, сары, сары, ақшыл жасыл, асыл жасыл, қызыл сары, қызыл қазыры, қызыл, қызыл, көк. көк.